ресейдің атақты ғалымдарының бірі, ломоносов атындағы биология факультетінің доценті Станислав Дробышевский қазақтардың миы туралы былай дейді. Көшпелі малшылардың ұрпақтары саналатын қазіргі кей халықтардың миы еуропалықтарға қарағанда біршама үлкен. Олардың ішінде моңғолдар, буряттар және қазақтар бар. Танымал антрополог бұл туралы Дмитрий Пучковтың YouTube арнасына берген сұхбатында айтады. Осы тұжырымдамаға қатысты «Экспресс-ка» тілшісі Назарбаев университетінің профессоры, палеоантрополог Рид Койлмен сұхбаттасып, пікірін білген еді. Сұрақ: жалпы бұл тұжырымға қандай түсініктеме бере аласыз? Рас па, өтірік пе? Осылай айту қаншалықты дұрыс? Рид Койл: адам миының мөлшеріне қатысты соңғы кезде бірнеше зерттеу жүргізілді. Негізі бұл зерттеуге өте қиын тақырып. Десе де, ми көлемі орталық Азияны қоса алғанда жоғары ендік аймақтарда және суық ортада өмір сүретін адамдарда үлкенірек көрінеді. Ал мысалы жоғары географиялық ендікте тұратын еуропалықтардың миы соншалықты үлкен болмауы мүмкін. Бергман және Аллен деген ғалымдар қалыптастырған теориямен түсіндіруге болады. Оған сәйкес адам денесінің температураны реттеу қызметі мен дене мүшелеріндегі өзгерістер өмір сүретін жеріне де байланысты. Алайда бұны нақты теория деп айтуға келмес. Өйткені адам миының осылай әр аймақта әртүрлі болуына қатысты зерттеулер аз адам арасында жүргізілді. Оған көп ел қатыспады. Сондықтан бір халықтың миы үлкен немесе кіші деп айту дұрыс болмауы мүмкін. Сұрақ: негізі түрлі этностардың ми мөлшері шынымен де әртүрлі ме? Мысалы, салмағы, түрі, түсі деген сияқты. Жоғарыда аталған зерттеулерде тек бас сүйегінің сыйымдылығы, яғни мидың текше сантиметрмен өлшегендегі мөлшері қарастырылған. Мысалы, орта есеппен ерлердің миы әйелдерге қарағанда үлкен, бірақ бұл біздің жыныстық айырмашылыққа тән нәрсе. Яғни жалпы ер адамның денесі әйелден ірі болып келеді. Бар айырмашылық тек мидың мөлшерінде. Оның құрамы мен жұмыс істеу қабілетінде еш өзгешелік жоқ екені анықталған.